Сәлем достар, бүгін тропикалық жемістер туралы әңгіме қозғаймыз. Тропикалық жемістердің арасындағы ең тәттісі де, ең жақсысы да манго. Манго сөзін санскрит тілінен аударғанда ұлы жеміс деген мағынаны білдіреді. Жеміс осыдан 4000 жыл бұрын үнді жерінде пайда болған. Осыдан болар манго үндістердің ұлттық жемісі. Олардың табиғатта 1000-ға жуық түрі кездеседі. 35-ке жуық түрі Үндістаннан басқа Филиппин, Таиланд, Африка жерлерінде өседі. Манго жемісі сан түрлі дертке дауа. Оның ішінде ішек обыры мен демікпенің алдын алады. Мангоның сондай-ақ шаш пен тері күтіміне де пайдасы зор. Сары және сарғылт түсті шырынды өзіне тән дәмі бар жемісте А, С және Д дәрумендері көп. Манго жемісі пішіні жағынан домалақтан сопаққа дейін, түсі жағынан ашық қызыл және сарыдан көмескі жасылға дейін, көлемі қара өрік немесе қауын сияқты болып түрленуі мүмкін. Мангоның құрамындағы А дәрумені адам бойындағы әлсіздікті жеңеді. Сондай-ақ көп мөлшерде кездесетін С дәрумені мен калий кез келген адамға ауадай қажет. Дәрігер мамандар қазіргі таңда жүрек қан тамырлар ауруымен ауыратын, ас қорыту мүшелеріне қиындықтары бар адамдарға манго жеуге кеңес береді. Ол пектинге, жасындыққа бай болғандықтан иммунитетті күшейте алады. Сондай-ақ мангоның шырыны тамақ ауруына таптырмас ем. Дегенмен пайдасы бар екен деп беталды жей берудің қажеті жоқ. Күніне 2-3 дана жеп тұрсаңыз жеткілікті.